Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көпшілік қауым, мына бүгінгі қасиетті құрбан айт қабыл болсын. Шалып жатқан құрбандықтар Ибрахим алейхиссаламның, Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи құрбандай қабыл болсын. Мына құрбандық жөнінде Құран кәрімде шариғаттан бірден бір дәлел Кәусар сүресі. Сонда Алла тағала астағфирулла фасолли лираббика ванхар деп айтқан. Алла үшін намаз оқып, құрбан шалыңдар дейді. Осы жерде Алла үшін деген уақытта адам баласы құрбан алған шалам деген уақытта қатты неге саудаласуға түспеу керек екен. Саудагер де қатты көтеріп жүрмеу керек екен. Екі жағында да береке болады екен саудаласқанда. Және бір жерге барып, мысалы, бір ортада тұрып, мен осындай құрбандық, осындай қымбат баға алдым деуге де дұрыс емес екен. Мысалы, сіз үйіңізге дастархан жайып қойып тұрып, дастарханыңызды адамдарға мен осындай дастархан жайдым, осындай ақшаға деп айтпайсыз ғой. Сол сияқты құрбандықты да адам баласы өзі айтпау керек, мен осындай құрбан шалып тұрмын, осындай деп. Алла Құранда аят бар ғой. Алла тағаланың алдында сендердің шалған құрбандықтарыңның еттері де қаны да жетпейді. Сендердің тақуалықтарың, яғни Аллаға деген шынайы ниеттерің жетеді дейді. Алла тағала баршамызға Алла өзінің берекесін, рахметін жауғызсын. Құрбан айтымыз қабыл болсын, елдерге тыныш болсын. Алладан бәр жақсылықтар тілейміз. Алла тағала айттан айтқа жеткізсін. Әлемге тыныштық сыйласын, қазақ елінің болашағын Алла жарқын етсін. Әмин.